жолдарының ашылып отқан жоқ, қаншама балалар қырылып қалды, қаншама зардап шекті. Менің білетінім мына отырған қатарда бір бала 14 жылға сотталды, біреуі 7 жылға сотталды. Онан кейін біреуін 5 жыл отырғызып, Қасен Қожахметов көмектесіп, мен хабар айтып, сонан кейін барып ол 5 жыл срокпен кетті. Бір орыстың офицерінің баласын өлтіріп генералдың. Міне қайда жатыр. Ал оны біз неге желтоқсан деп атамаймыз? Ол да кезінде әскер формасымен келуші еді. Ол бірақ сотталып кетті. Оны не деп білеміз? Біз осы көре алмастықты қойғанымыз дұрыс болады. Ато, ой анау, ой мынау дейді. Нете берген кезде мені де қаншама желтоқсанға қатысы жоқ деп жазып жатыр. Мен дәлелдеп берем, любой маған келсін, мен дәлелдеп берем 18-інде осы жерде болғандығымды. Да, мен совершенно преступление жасадым. Не үшін? Как на площади ебали тебя, выебім деген үшін мен өлтірдім ол баланы. Мен ұзын сөздің қысқасын айтайын. Осыны айтуға мәжбүрмін. Ал кейбіреулер айтады, боқтанбасын дейді. Боқтанбас болатын себебім 345 мен одиночкеде метр 20, егіде 20-да отырып көрсінші. Сондан кейін көрерміз қандай болатынын. Оны неғып түсінбейміз біз. Сен мені кешіп сенің батырлығыңды мен мойындап отырып қой. Қасабыз, сенің түрмеде отырғанды біз айтып плакат жазып. Ол біздің мына ұлтымызда көп далбасалар бар, жындылар, шабайлар өздері үйде жатады. Біреуді аса қызғанып, соны айттым сен. Мырзағын аман болайын, өмір ұзақ болсын. Мен оны арнайы шақырып, сен үшін де Қазақстан үшін ғой, ел үшін ғой. Қолдыңа шайнелай, жасай бер. Мына Ғалияда, мына Ромбақ Атабек, Рашидтерді мен анаға апарғам. 86 жыл өзім бір үйде көрсе тұрғамыз. Ой, оны әңгіме көп ойнайды. Ақталсын, Арон ақталсын. Да, ақталсын. Ақталсын. Ол ақ, итак, мына оңбағандар оның ағылып жүрген дұрсын жасын. Арон ақталсын. Аман бол дейін. Бәрі аман бол. Ана Аронды өлтірткен Назарбаев түрмеге отырсын. Қорқақ.